Мінекей бүгін 10 күнсіз тура 1 жыл болды біз Степногорск қаласына көшіп келгенімізге. 1 жыл бойы осы қалада тұрдық. Енді Степногорск туралы біздің 1 жылда көрген қандай өмір сүріп интеграцияланып көрінген обзорымызды тамашалаңыз. жылы қала атағын алған Ақмола облысындағы 50 мыңға жуық халқы бар шағын қала. Бұл қала туралы көпшілік білетін мәліметтер: СССР кезінде құпия қала, Мәскеудің өзімен қамтамасыз етілген, бүкіл Қазақстанға әйгілі раушан гүлдер, қияр мен қызанақтарды өсіретін жылыжайлар, биологиялық қару өңдейтін лаборатория, алтынымен әйгілі бай кен орындар, подшипник өндіретін заводымен, және де бұл қала барша орыс тілді халыққа әйгілі комик Нұрлан Сабуровтың туған жері. Бір жыл бойы Степногорск қаласында тұрып, бұл қаланың кемшіліктері мен артықшылықтарын өз басым көрдім, және де сол плюстары мен минустарын атап айтқым келіп тұр. Ең бірінші біз минустарына тоқталып кетейік. Өйткені барлық адам сияқты мен де ең алдымен минустар көзге түседі. Ең алдымен біз кемшіліктерге көңіл бөлеміз. Және де ең бірінші басты кемшілік, басты минус бұл су. Қарапайым кранда, құбырларда ағып жатқан су ішуге жарамайды, және де ол өте қатты, немесе қалай, жесткий дейді ғой. Басында келгенде 2 апта бойы біздің теріміз құрғап, жарықтар пайда болып, жағымсыз әсерлерін өзіміздің басымызда сезіндік. Өте жиі қалалық пабликтарға бұл суға құзырлы органдарға шағымдар түседі қала тұрғындарынан. Ішу түгілі кейбір кезде бұл су тіпті жуынуға да жарамайды. Егер де біз унитаздың ішін ашып қарасақ, немесе суды жай ақ ыдыста қалдырып кетсек, біраз уақыттан кейін ішіндегі қоңыр тат пайда болады. Қазақстанда көрген қалалардың ішінде ең қымбат ауыз су осы Степногорда болып табылады. 20 теңге литріне, Петропавлда 15, Астана мен Көкшетауда әлі 10 теңге, және ең арзаны біз Қарағандыда көрдік 6 теңгеден литрі. Енді мұнда қымбаттылықтың себебін білмеймін, әлде судың, және құбырдағы орталық судың соншама кір болғаны ма, әлде бәсекенің болмағаны ма. Енді осындай қымбат бағадан су ішіп жүрміз. Қалаға алғашқы көшіп келгенде байқаған минустардың бірі бұл балаларға арналған алаңдар. Алаңдардың басым көпшілігі 70-ші жылдары СССР кезінде салынған. Әрине, СССР кезінде бұл алаңдар күшті болатын еді. Өйткені басқа қалаларға салыстырғанда бұл бала алаңдарының әртүрлілігі өте жақсы, өте керемет салынған. Бірақ та уақыт өте келе, заман өзгеріп келе, оларды ауыстыру керек, жаңа алаңдар салу керек. Ал бұл жерде сол қалпы барлығы тұр. Кейде Припятьта жүргендей сезінесің өзіңді.
менің видеомды қарап барлығы соншама жаман деп ойлап қалмаңыз. Соңғы кездері осындай заманауи балалар алаңдары салынып жатыр. Үлкен футбол, баскетбол, волейбол ойнайтын площадкалары бар. Кішкентай балаларға арналған горкалары, спорттық алаңдары бар, площадкалар салынады. Өзім бір жыл бойы тұрып, бір байқағаным, жергілікті халық өте шағымшыл болып келеді. Любой бір мәселе бойынша қалалық пабликқа жазып, өзінің шағымдарын айтады, және де мемлекет органдарынан бұл мәселені шешуді талап етеді. Бұлай сырттан қарағанда, олар өздері сол мәселені шешуге дайын еместігі көрінеді, және де сол мәселені шешу жайлы жауапкершілікті өз басына ала алмайтындығы көрінеді. Бірақ та басқа жақтан қарасақ, халықтың осындай шағымшылдығы бұл кезінде Мәскеудің жеке қарамағында болғаны, Мәскеудің қамтамасыз етілуінде болғандағы шақпен салыстырғандағы өзгерістерге байланысты. Өйткені Мәскеудің қарамағында болған кезде Степногорск Қазақстанда ең бай жерлердің бірі болатын. Дүкен сөрелерінде бүкіл Қазақстанда жоқ тауарлар тұратын, және де сол кезде Степногорск тұрғындары еркеленіп кеткен. Қазіргі уақытпен салыстырғанда бұл аспан мен жердей болып келеді. Ол кезде қала әкімшілдігі Мәскеу бүкіл проблемаларды өз басына алып шешетін. Осымен Мәскеудің асырауына үйреніп қалған халық қазіргі заманның жағдайына үйренбей өзінің шағымын білдіріп тұр. Қаладағы тағы бір үлкен мәселелердің бірі бұл қоқыс. Дәлірек айтсақ, үлкен габаритті қоқыстар осылай үйіліп 2-3 ай бойы жатады. Бұл видеоны мен шілде айында түсіргенмін. Және де қазіргі кезде, қысты, көктемнің кезінде бұл картина өзгерген жоқ. Осылай 2-3 ай бойы қоқыс үйіліп жатады. Қоқыс шығаратын адамдардан сұрасам, олардың айтуынша қазір полигондар осындай қоқысты қабылдамайды, сондықтан да олар бұл қоқысты шығара алмайды. Және де бір кездері қала әкімшілдігінен бір объявление оқығанда, сонда егерде үлкен қоқыс шығарсаңдар, оны өздерін полигонға шығару керексіңдер деген хабарлама болды. Яғни бұған қала әкімшілдігі, коммуналдық органдар жауап бермейді. Жазғы кезде көзге көрінетін тағы бір минустардың бірі бұл аулалардың қалың шөппен өсіп кетуі. Бұл шөпті ешкім шаппайды, осылай өсіп тұра береді. Оған кім жауап беретінін білмеймін, КСК ма, әлде тұрғындардың өздері ма. Бірақ та, мысалы, менің ауламдағы шөп осылай октябрьға дейін өсіп тұрды. Октябрьда ғана адамды жалдап осы шөпті шапты. Плюстарға келетін болсақ, ең бірінші плюс бұл жаңағы Степногорск қаланың шағымдылығы. Өте компактты қала. Қалаған жеріне машинамен 5 минутта жетуге болады. Жаяу жүрсен, ең ұзақ жолын қаланың бір шетінен екінші шетіне дейін бір жарты сағат уақытта алатын шығар. Бірақ та бір 15-20 минутта қалаған жерге жете аласың. Микрорайондардың орналасқаны және инфраструктурасы соншама ақылды салынған. Бір микрорайонның ішінде өзінің мектебі, балабақшасы, дүкендері барлығы бар. Яғни келесі микрорайонға өтудің қажеті жоқ. Қала шетінде қала тұрғындарының демалысына арналған Қарағай мен Қайнан тұратын саябақ бар. Бұл саябақта қысы-жазы адамдар серуендеп, жүгіріп, велосипед пен шаңғы теуіп жүреді. Егер СССР кезіндегі деректерге сүйенсек, бұл саябақтың маңында өзінің шолу дөңгелегі, диско алаңы бар болған.
Қазір біз Степногорск қаласының Горняк мәдениет үйінің қасында тұрмыз. Бұл жерде бізді қызықтырған Степногорск қаласының тарихи өлкетану мұражайы. Оған кіру билеті 150 ақ теңге тұрады. Сол жерге қазір кіріп, Степногорск тарихымен кішкене танысамыз. Негізінен біз бұл мұражайға барған себебіміз Степногорсктің қалай құрылғаны туралы, СССР кезінде қандай болғаны, кім салғаны туралы деректі білу үшін барғанбыз. Өкінішке орай біз күткен тарихи деректер бұл жерде болған жоқ. Көбінесе ежелгі қазба экспонаттары, соғыс кезіндегі экспонаттар, макеттер және де тәуелсіз Қазақстан кезіндегі Степногорск туралы мәліметтер болды. Степногорск қаласында тағы бір ұнаған жер бұл ескі жолдардың жөнделуі және жаңа жолдардың салынуы. Сонымен қатар қала ішіндегі жолдардағы қауіпсіздік өте көп. Лежачий полицейский дейді ғой, және жаяу жүруге арналған жерлер бар. Олар жолдағы белгілі бір қауіпсіздік ережелерін сақтауға ықпал етеді. Өйткені жалпы қала ішінде 40 км/сағатынан астам жылдамдықпен жүре алмайсың. Және де үлкен жол апаттары бұл қалада салыстырмалы түрде аз болады. Ал менің артында тұрған Степногорск қаласының қалалық емханасы. Бір жылдан астам уақыт осы емхана жеке меншік қолға көшті. Міне күшті ремонт жасалған, бірақ та енді халық арасында әлі де көптеген жалып түсіп жатыр. Қызметіне қарай, істеп жатқан жұмысына қарай дегендей, енді сыртқа әдемі болса да, ішінде әлі көптеген өзгерістер қажет, көп жұмыс қажет. Бір жыл болды, міне тура бір жыл мен осында хирург болып істедім. Енді бір жыл бойы сізге Степногорск қаласының тұрғындарына қызмет еттім. Егер де бір жерде артық кетсем, әлде менің білімім мен тәжірибем жетпесе кешіріңдер. Осы емхана әлі де өздеріңізге жақсы қызмет етеді деп үміттенемін. Ал бұл Степногорск қаласының көпбейінді ауруханасы. Халық арасында семиэтажка деп аталады, өйткені бұл 7 этажды ғимараттан құрылған. Бірақ та қазір сол 7 этаждың 4-еуі ғана істейді ау деймін. Кезінде бұл дүркіреген ең мықты больницалардың бірі болған. СССРдің мықты деген әртүрлі саланың дәрігерлері осы ауруханада жұмыс істеген. Барлық Қазақстаннан келіп адамдар, науқастар ем алып жүрген осы ауруханада. Және де халықтың айтуы бойынша ең алғашқы Қазақстандағы компьютерлі томограф осы Степногорскта пайда болған 1980 жылдары. Степногорск қаласының тағы бір үлкен плюстарының бірі бұл қалада ТЭЦ-тің бар болғаны. Ақмола облысындағы қалалардың ішінде Астананы қоспағанда бұл жалғыз ТЭЦ бар қала. Бірақ та бұл ТЭЦ-тің бар болғанымен оның кемшіліктері өте көп. Қыс бойы бірнеше үлкен авариялар болды. 4-5 рет котелдар істен шықты. Қаланың ішіндегі үйлерде салқын. Қала тұрғындарынан өте көп шағым кеп жүр. Инстаграмнан үнемі оқып жатқанда үй неге салқын, ТЭЦ неге жауап бермейді деген посттар оқуға болады. Негізінен осы ТЭЦ-тің жұмысшылармен сөйлескенде, олар барлық құрылғылар СССР кезінен қалай тұр, сол бойы істеп жатыр, жаңартылған жоқ, өте үлкен жұмыстар қажет. Бұлай қарапайым ремонттар жасайды, бірақ та бұл ТЭЦ-тің уақыты келді. Бұлай айтқанша жаңарту керек, үлкен жұмыстар жасау керек. Бірақ та бұлай жазда 2 айдай ыстық су болмайды. Басқа кездері ыстық судың сапасы нашар болса да, бірақ болады. Катайся. Қысты күні қалай көңіл көтеріп демалуға болады десеңіз, қалада өте жақсы мұз айдыны бар.
Бұл мұз айдыны қала тұрғындарына арналған, және қасында екіншісі хоккей ойнауға арналған. Балаларға арналған үлкен горкасы бар. Бұл жерде коньки мен плюшкаларды жалға береді. Және де бұйыл соңғы 5 жылда салынбаған әдемі қысқы қалашық салынды. Егерде қызанақ пен қияр өсіретін жылыжайға келсек, жаз бойы оның артықшылығын байқамадық. Өйткені Степногорсктің көкөністерінің бағасы басқа жердің бағасымен бірдей болды. Ал қыста осы помидорлардың 450-ден 350-ден сатып ап қызығын біраз көрдік. Помидорлар өте дәмді. Үйдегі помидордан айырмашылығы үлкен емес. Қорытылай келетін болсам, жалпы маған Степногорск қаласы өте қатты ұнады. Өте шағын қала. Мен өз басым үлкен қалаларды онша ұнатпаймын. Степногорскта бәрі қол жетімді, жұмыс орындары бар, пәтерлер онша қымбат емес, тұруға болады. Астана, трасса, тас жолдар бәрі жақын. Және де бұл қалада мысалы жастарға келіп жұмыс істеп ақша жинауға өте үлкен мүмкіндіктер бар. Негізі егерде бұл өзімнің пікірлерінде қатты кетсем, біреуді ренжітсем кешіріңдер. Ешкімге жеке ренішім, өшім жоқ. Степногорскта Қазақстанда ең жақсы жасалған қаланың бірі деп есептеймін. Барша тұрғындарына тек қана жақсылық. Егер де сізге бұл видео ұнаса, менің каналыма жазылыңыз, лайк басыңыз және өзіңіздің комментарийіңізді қалдырыңыз.